Сәлем достар. Жаңа аудио кітаптарды өткізіп алмау үшін арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қоюларыңызды өтінеміз. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. 14-ші ереже. Өкпе жел сияқты біраз уақыттан соң басылады. Бірақ көп талды сындырып кетеді. Ашу күшті сезім. Өйткені ол энергияның жоғары разрядын қамтамасыз етеді. Ашудың балдан тәтті екендігі негізінен жоғары энергия разрядының арқасында босаңсу сезіміне байланысты. Дегенмен бұл мидың шешім қабылдау механизмдерін соқыр ету тұрғысынан да өте қауіпті. Жаңалықтар бюллетендері ойға келмейтін кісі өлтірулерге, жарақаттарға, төбелестерге және бір сәттік ашу ыза нәтижесінде жасалған қақтығыстарға толы. Біз көрген қорқынышты жаңалықтар мен ашудың бізді соқыр ететініне жеткілікті куә болып жатамыз. Тек орны толмас күйреу, орны толмас шығын мен терең өкініш қалды. Сол сәттік ашуға бой алдырғандардың кейін айтатындары: өкінемін, мен бір сәтке өзімді басқара алмай қалдым, оның қалай болғанын тіпті түсінбей қалдым, мен өзім емес едім, өзім тіпті есімде де жоқпын. Жоқ, мен экстремалды мысалдар келтірмеймін. Өйткені ашу салыстырмалы түрде аз. Зиянды ашу, зиянсыз ашу жоқ. Кәдімгі ашу, жиі кездесетін ашу деген түрлері де жоқ. Ашу қалыпты нәрсе емес. Бұл менің бөлшегім деп қабылдауға болмайды. Кейбірі сабырлы, біресе қобалжыған табиғатынан. Деп күнделікті өмірге сіңіру мүмкін емес. Бірақ мен не істейін, бұл мені жындетті, оған не болды, ол оған лайық. Егер ол сол кезде олай етпесе, маған олай айтпас еді, олай етпес еді. Ол егер солай істесе осылай болады. Бұлай деп ашуды ақтау дұрыс емес. Ашуды қабылдаудың күшеюі дабыл қоңырауларының қатты соғуына келеді. Елдің түкпір-түкпірінен ессіздіктер туралы хабарлар келіп жатыр. Ашуға және ашулануға негізделген себептер болған кезде, оның жеке құқығы ретінде санкциялануы мүмкін емес. Ашу адамның табиғи күйі емес. Бұл адамгершілікке жатпайды. Сондықтан мен өмірімнің кез келген саласында ашуды кез келген себеппен қабылдай алмаймын, ашулы адамды себебіне қарамастан ақтай алмаймын немесе мақұлдай алмаймын. Тіпті ойланбай айтылған сөзбен немесе немқұрайлы көзқараспен біреудің жүрегін жаралау жақсы емес. Сол ұнамайды. Жүректі жаралау, адамды қорлау, ренжіту, үлкен жауыздық. Оны жасаған адамның салауатты қарым-қатынаста болуы, жұмысында табысқа жету, мансабында көтерілу, молшылық пен тоқшылықта өмір сүру және бақытты да салауатты өмір сүру мүмкін емес. Сіз әлем өте стильді және әдемі көрінетін бақытсыз адамдарға толы екенін түсінесіз бе? Әлеуметтік желі қуаныш пен ынта-жігерге толы сәттерге толы. Бәрі де өте әдемі, көңілді, тойлайтындары бар, дастархандары лық толы, ас мәзірі бай, өмірлері өз жолында, өмір ойын-сауық орталығы дерлік. Бірақ психологиялық қолдауды қажет ететіндердің саны күннен күнге артып келеді. Пандемиядан кейін үлкен сұранысқа ие секторлардың бірі эстетикалық сектор, жалғыздыққа тізе бүккен, экстрасенстерді қабылдау мүмкін емес, бір жылдық бағдарламалар толы. Неге олай? Бұл тек болашақтың белгісіздігі ме? Жоқ. Ең басты мәселелердің бірі адамдардың өздерінің кім екенін жоғалтуы. Жас өспірімдік шақтағы тұлғалық ізденіс адамзаттың жеке басын іздеуге айналды. Ешкім шынайы емес және олардың кім екенін ешкім білмейді. Оның жақсы адам немесе жаман адам екенін білмеймін. Оның өтірікші немесе шыншыл екеніне сенімді емеспін. Сенімді ме, жоқ па білмеймін. Өйткені ол кейде өзін сенімді, кейде өтірікші деп санайды. Оның бақытты немесе бақытсыз екенін білмейді. Ол жалғыздыққа шағымданады, бірақ ол өзіне адал емес. Достықта да, уәдеде де шынайы емес. Өзіңді қалай бақытты етуді білмесең, бақытты бола алмайсың. Әлеуметтік желілер бізге басқаларды аяусыз сынауға, олар туралы артық кем пікір айтуға, тіпті оларды қорлауға мүмкіндік берді. Біздің ішіміздегі құбыжықтар ашылды. Біз сынаймыз, жейміз, айыптаймыз, соттаймыз, дарға асамыз, кесеміз, қорлаймыз, буллинг жасаймыз және өзіміздің жеке басымызды жасырамыз. Біз оларды әлеуметтік желідегі профильдік фотосуреттерде бойладық. Олардың адам екенін, біз оларды бір отбасында тұратынын, оларға зиян тигізуіміз мүмкін деп ойламадық. Өмірдің қиындығы мен қатыгездігінде, ішімізде жиылған ашу ызаны сыртқа шығарып, босаңсыдық. Ашу балдан да тәтті, солай емес пе? Барған сайын сол процестен ләззат ала бастадық. Біз соққанда да соқтық.
Олар жарақат алған сайын біз жеңілдеп қалдық. Олай емес пе? Бірақ өкінішке қарай олай емес. Біреуді жарақаттау арқылы емделу мүмкін емес. Ол бәрінен де өзіңе зиян. Ашу ақыр аяғында жеңілдік беретіндей көрінгенімен, ол тек жойылуға келеді. Әлеуметтік желіде тек пікірлерге негізделген ашудың шығуын кінәсіз деп санай алмаймыз. Бұл тірі затқа физикалық зиян келтіруден айырмашылығы жоқ. Тұлғасын жасырып, бейтаныс адамдар туралы қатыгез пікірлер, балағаттаулар, ашулар айту арқылы өмірін ынтамен, қуанышпен, қанағатпен жалғастырамын деп ойлайтындар қатты қателеседі. Иләһи әділет таразылары өте сезімтал. Оны алдауға болмайды, таң қалдыруға болмайды. Біреудің жүрегін жаралап, өз бақытыңды құра алмайсың. Біреуді сынаған кезде сізді мақұлдауға болмайды. Біреудің қадірін түсіріп жатқанда сені ешкім көтермейді. Өмір бойы түпке тұрғысыз сезіммен күресуге тура келеді. Сүйе алмайсың, ғашық бола алмайсың. Дүниеге қабағыңды түйіп қарап тұрып, күле алмайсың, өмірге тоймайсың. Сіз жай ғана бақытсыз емеспін деп өмір сүруге тырысасыз. Бұл адам төзгісіз, шаршатады. Өкінішке орай, ашу бұл ұстамды болуы керек жыртқыш жануар. Жеңіл ашулану, жүйкені босату, тіпті сөзбен немесе көзқараспен біреуді ренжіту өмірдің барлық салаларында психикалық, эмоционалдық және физикалық шығындарға әкеледі. Ол сандырақтар тудырады. Шынымды айтсам, кешірім сұрап кейін түзелуді өте құнды деп санамаймын. Ең бастысы, ашуды тізгіндеу және жүректі ешқашан жараламау. Кішкентай кезімде үйде бір ертегі айтылатын, ол менің жадымда сақталып қалған. Кім екенін білмеймін, есімдері Ахмет пен Зехра. Ахмет қатал адам. Ол тез ашуланып, отқа оранып, күйіп жанып, сосын босаңсып тынышталатын. Тыныш жүргенде дүниедегі ең жақсы адам еді, бірақ көңілді, көпшіл адам. Өкінішке орай, оның ашуынан әйелі Зехра зардап шегеді екен. Бейшара Зехра не істерін білмей, күйеуінің ашуына дәрменсіз. Әйтсе де ашуы басылғанда сондай жақсы адам. Бір күні үйіне шаршап оралғанда жүйкесі жұқарды. Шаршап, тынымсыз жұмыс істеп келгенде қырсықтары көп болды. Сол күні Зехра дастарханды уақытында дайындамаған, әйтеуір тамақ әлі пеште пісіп жатыр екен. Бұл қандай әйел? Мынау күйеуін сыйламаушылық. Күйеуіне таңертеңнен бері көже пісіре алмаған қандай әйел? Оның тамақ пісіруден басқа қолынан ештеңе келмейді. Басқа шаруасы бар ма? Бір тамақ істеп бере алмаса, оны жылдар бойы үйде неге ұстадым? Ішіндегіні айтып тастады. Заттарды қағып, сындырды. Бейшара Зехра қайда қашарын білмей, абдырап қалды. Ол Ахметтің үйге ерте келетінін білмеді. Әрине, тамақ піспеді. Сонда да дастархан жайды. Артынан тамақты бір-бірлеп әкелді, бәрінің буы бұрқырап тұр еді. Міне деді күйеуіне. Дастархан дайын, ас болсын. Тамақтың иісі Ахметті тыныштандырды. Олардың барлығы олардың сүйікті тамағы. Зехра ешқашан күйеуі ұнатпайтын тағамды дайындамайды. Оны жақсы біледі, дәмін біледі, дастарханын соған сай жасайды. Әрине, Ахметтің ашуы басылды, тағы да менің сүйіктім деп айтты. Ол қайтадан әлемдегі ең жақсы адамға айналды. Жүзіне күлкі үйіріліп көңілді отырды. Кешкі ас ішіп, әйелімен оңаша сөйлескісі келді. Бірақ сіздің тағамыңызда тұз жоқ екен. Бүл, әрине, асығыс болды. Ханым, деді ол. Алдымен дастарханға тұз әкел, сосын менің қасыма отыр, сұлу жүзінді көрейін. Зехра жарайды деді. Тамақ жей бер, рахатыңды бұзба, мен тұзды әкелемін. Ол ас үйге барды, бірақ оралмады. Ахмет іштен тынымсыз сұрап тұрды. Тұз қайда, ханым? Зехра жарайды, мен әкелемін, сен жей бер. Деген. Бірақ Зехрада тұзда жоқ. Ахмет асын ішіп тойып алды. Шалқайып, қарнын ішін сипап жатқанда, кенет оның үйге қалай ашуланғанын есіне алды. Зехраға не айтты, не істеді деп ойлады да ренжіді. Күйеуінің қарнын тойдырып жатқанын көрген Зехра қолына тұз алып дастарханға келді. Міне, деді ол. Тұз. Тамақ ішіп болғаннан кейін тұзды не істеуің керек? Зехра дұрыс дегендей басын изеді. Бұл, деді ол. Жүрегімді жаралағаннан кейін кешірім сұрағаныңыз тойған соң дастарханға келетін тұз сияқты, мырза, оның қажеті жоқ. Шынында да кешірім сұраудың қажеті жоқ, себебі қазір жаралар терең ашылды. Жел соғып, біраз жерді алып кетті.
Сынған бұтақтарды желімдеу мүмкін бе? Жоқ. Кешірім сұрауға шығудың жолы ретінде қабылдамау және ашуға ыңғайлы және кең болуы керек. Кешірім сұрау арқылы бәрі түзеледі деген ой орынсыз сенім тудырады. Бұзу оңайырақ. Оның үстіне кешірім сұрауды қабылдамағандарда ауыр айыптаулар басталады. Қарсы тарап кешірім сұраса да, сыпайылық таныта алмағандықтан тыныштық орнай алмайтыны сияқты. Дегенмен ұлылық кешірім сұрауда емес, ашуды жеңе алуда. Әрине, ашуды қалай ұстау керектігі туралы ұсыныстарым болады. Мен олардың үшеуін бірден түсіндіргім келеді. Бөлісу. Ашу өз көрінісін таппаған тығыз энергия массасы. Оның ағзада жиналуына жол беру дұрыс емес. Күтпеген сәтте күтпеген тәсілдермен және себепсіз болғандай болмашы сылтаулармен жарылу орны толмас зиян келтіреді. Ашудың үлкен жарылыстарын бастан кешіретін адамдар негізінен қарым-қатынаста проблемалары бар, өз ойын ешбір жолмен жеткізе алмайтын, шешімін таба алмайтын, жақсы көретін және сүймейтін, және түкке тұрғысыз сезімде әлсіреген адамдар. Теріс энергияны жинақтаудың орнына оларды бөлісу дұрыс таңдау болар еді. Ішінде қысым жинайтын қысымды пештердің кішкене нүктесінен ғана ауа шығып тұрады. Ашу, ыза, шыдамсыздықты жинақтай беретін адамдардың жағдайы да рұқсат етілген кезде пайда болатын қорқынышты дыбыс пен бу сияқты. Олардың барлығы жарылуға дайын қысымды пештер ретінде ілулі тұр. Дегенмен, шағын мүмкіндіктермен ішкі қысымды біртіндеп босатуға мүмкіндік беру керек. Достармен, сенімді адамдармен және отбасымен қиын жағдайларды бірге шешу, ренішпен ашуды бөлісу өте құнды. Әрқашан айтып бөлісу өте пайдалы болады. Ішіңде ашудың жиналуына жол бермейді. Заманауи адамның ашу ызасының әр түрлі формада және барлық жерде зорлық-зомбылықпен қайта көтерілуінің бір себебі жалғыздық. Бұрын көршілер, достар, қоғамдық жұмыстар, клубтар, бірлестіктер, ұжымдар әлдеқайда белсенді болды. Мысалы, мен бала кезімде пәтердегілердің бәрін танитынбыз. Біз бір-бірімізді танимыз, кілт қалдыратынбыз. Үйде көрші болмаса, қонағын қонақ етіп, көршінің үйге келуін күтетін едік. Қазір көршісін ешкім танымайды, ол туралы ештеңе білмейді. Менің балалық шағымда бүкіл көрші бір-бірімен сөйлесіп, басынан өткен қиындықтарды бір-біріне айтып, ортақ шешім іздеп, бір-біріне көмектесіп, жаманды тыңдап қолдайтын. Көршінің жоғарғы сыныптағы баласы сабақта қиналғандарға ерікті мұғалім болады. Үйінде шиеленіс болғанда көрші-көршіге демалу үшін барады. Азық-түлікке бара алмайтындарға сауда жасасып, көршісі базардан керегін алып келетін. Ақшаға мұқтаждар алтын күнімен тұспа-тұс келсе, алтынның бірге жиналуына рұқсат еткен. Ынтымақ, әңгімелесу, тыңдау, ықылас, бөлісу адамдар арасындағы қарым-қатынастың ұзақ, салауатты өмір сүруіне мүмкіндік берді. Өкінішке қарай, қазіргі әлемнің жылдам және қобалжу жағдайлары бұл мүмкіндіктерді жойып, оларды азайтты. Соған қарамастан, адам жинақтауын бағалау, цифрлық бөлісуге сүйенбеу, шынайы қарым-қатынастардың бір-бірінің жақындығымен байланыс арқылы орнатылатынын қабылдау, және осы салаға инвестиция салу психикалық денсаулыққа әсер етеді, құнды әсерлер туғызады. Қандай жағдай болмасын, достарымыз біздің байлығымыз. Қоршаған ортадан алыстау. Ашу сезімі ойлау механизмдерін соқыр ететіндей етіп тоқтатқанда, дабыл қоңыраулары соғыла бастайды. Бұл жағдайда қабылдаудың ең тиімді шараларының бірі қоршаған ортаны дереу тастап, таза ауаға шығу, серуендеу және мидың ойлау қабілетінің қайта оралу үшін өзімізге жеткілікті уақыт беру. Жаяу жүру өте маңызды таңдау. Өйткені физикалық қозғалыс кезінде бойымызда жинақталған ашу ыза қуатын салауатты түрде сыртқа шығарамыз және ашумен жабылған ақыл-ой әрекеттері мен ойлау қабілеттеріміздің бұрынғы күйіне қайта оралуына уақыт табамыз. Ашу үстінде қалу қауіпті. Өйткені артып келе жатқан ашу энергиясын бақылау қиын болуы мүмкін, біраз уақыттан кейін бақылау толығымен жоғалуы мүмкін. Ашу ортасынан кету әркім үшін ең жақсы шешім болады. Тыныс алу жаттығулары. Тыныс алу жаттығулары ашуды басу үшін қолданылатын тиімді әдістер. Мен мұнда ұсынатын тыныс алу әдістері нейзен тынысы деп аталады. Нейзен тынысы – бұл тыныс алуды бақылауда баяу қарқынмен шығаруға негізделген жүйе. Нейзендер нейді үрлегенде ней дыбысының ырғақтылығы бұзылмау үшін баяу және бақылап дем шығарады. Техниканың атауы осыдан шыққан нейзен тыныс алуы. Ол тыныс алуды ұстап тұру және бақылау және демді тез шығару емес, баяу шығару арқылы орындалады. Нейзен тынысын қалай жасауға болады?
Ол үшін мұрнымызбен баяу тыныс аламыз, және аузымызбен баяу дем шығарамыз. Біздің алғашқы тынысымыз. Біз оны 16 секунд ұстауға тырысамыз. Біз оны меңгере бастағанда, біз оны 32 секундқа дейін арттыра аламыз. Қанша секунд тыныс алғанымыз маңызды емес. Бұл жерде айта кететін жайт, бірінші кезеңде оған 16 секунд кетеді. 16 секундта бақыланатын түрде дем шығара алу,